Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде математика пәні 3-ші сынып 84-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бір таңбалы санға қалтықпен бөлу. Мүсін өнері. Бүгінгі сабақта сендер бір таңбалы санға қалтықпен бөлуді орындайтын боласыңдар. Бірінші есеп, өрнектердің мәнімен сәйкестендіріп, мүсіндер қандай материалдан жасалғанын анықта. Металдан жасалған мүсінді анықтауымыз қажет, ол үшін есепті шығарамыз. 200-ді 3-ке көбейтеміз, 600, 600-ден 300-ді азайтамыз, 300 қалады. Бізде 300 қарасай батыр ескерткіші металдан жасалған екен. Келесі, тастан жасалған мүсінді анықтауымыз қажет, ол үшін өрнектің мәнін табуымыз қажет. 400-ді 2-ке көбейтесіңдер, 800, 1000-нан 800 азайтасыңдар, 200. Демек, Сұлтан Бейбарыс ескерткіші тастан жасалған екен. Соңғысы ағаш. 20-ны 3-ке көбейтесіңдер, 60 болады. 60-ға 140-ты қосасыңдар, 100 болады. Демек, 100 бізде батыр мүсіні. Батыр мүсіні ағаштан жасалған екен. Жұмыс барысында мүсінші әртүрлі құралдарды пайдаланады. Алайда жұмысқа кіріспес бұрын ол қарандашпен үлгісін сызып алады. Міне осыны есте сақтаймыз. Екінші есеп А тапсырмасы. Қорапқа 12 қарандашты 6-дан бөліп сал дейді. Енді біз жалпы барлығы 12 қарандаш 6-дан қорапқа салсақ неше қорап қажет болады? Оны анықтау үшін 12-ні 6-ға бөлесіңдер, сонда 2 болды. Біз 12 қарандашты 2 қорапқа теңдей бөліп салдық. Ә тапсырмасы қорапқа 12 қарандашты 6-дан бөліп сал дейді. Енді 6 жердегі қанша 14-ке жақын қарастырамыз. Бізде 2, 6 жердегі 2, 12. Демек, 14-тен 12-ні азайтсаңдар 2 болады. Демек, 2 қалдық. 14-ті 6-ға бөлдіңдер 2, 2 қалдық. Енді дұрыстығын тексеру үшін 2-ні 6-ға көбейтесіңдер, 12, 12-ге 2-ні 2 қалдықты қосасыңдар, сонда 14 шығады. Келесі Б тапсырмасы. Қорапқа 5 қарандашты 6-дан бөліп сал дейді. Өзі 5 қарандаш. Барлығы бізде 5 қарандаш. Бірақ қорапқа 6-аудан сал деп тұр. Демек, бұл жерде 0 қорап және де 5 қалдық. Яғни 5 қарандаштың өзі қалады қалдық ретінде. Оны тексеру үшін 0-ді 6-ға көбейтесіңдер. 0 болады. 0-ге 5-ті қоссаңдар 5 болады. Ол үшін қанша қорап қажет болды? 5 санының құрамында 6 неше рет бар? 5 санында 6 неше рет бар? 5 санның құрамында 6 саны жоқ, балалар? Яғни 0. Бір қорапта қажет емес оған. Қарындаштардың барлығы үстел үстінде қалады. Қорапқа салынбайды. Үшінші есеп А тапсырмасы. Көркем еңбек сабағында балалар 20 қоянның мүсінін жасады. Оларды әр қатарға 9-дан қойды. Қанша қатар шықты? Қанша мүсін артылып қалды? Енді біз 9 жердегі саным қанша 20-ға жақын, соны табамыз көбейту кестесінде. 9 жердегі бізде 2, 18. Демек, сендер 2-ні 9-ға көбейтесіңдер, 18. 20-дан 18 азайтқан кезде 2. Демек, бұл 2 қалдық деген сөз. 2 қатар шықты. Әр қатарда 9-дан қойылса 2 қатарда 18 болады және 2 мүсін артылып қалады. Ә тапсырмасында қалтықпен бөлуге есептер құрастыр. Мен қазір есеп құрастырдым. Сендер де дәл мен көрсетілген үлгі бойынша құрастырсаңдар болады. Сандарын алмастыра отырып, кез келген санды қоя отырып. Машина 25. Жалпы барлығы 25 машина бар. Әр қатарға 3 мәшинеден қойылды.
неше қатар қолданылды, қой машинелерді қою үшін және қанша машина қалды, біз соны табуымыз қажет. Енді қалдықпен қалатын есепте 3-ті көбейту кестесінде 25-ке жақын санды табамыз. Бұл бізде 8 жердегі 3 бізде 24. Енді 25-тен 24-ті азайтасыңдар, 1 қалды. Бұл демек 1 дегеніміз 1 қалдық деген сөз. Бізде 8 қатар берілді. 8 қатардан әр қатарда 3 машинадан қойылды. Және де бір машина артық қалды. 4-ші есеп қалдықпен бөлуді орында және оны тексер. Есепті міндетті түрде тексеріп шығарамыз. 29-ды 7-ге бөлеміз. 7-ні көбейту кестесінде 29-ға жақын санды қарастырамыз. Ол жерде 7 жердегі 4-ін 28, 29-дан 28 азайтсаңдар 1 қалады. Демек, ол 1 қалдық деген сөз. Дұрыстығын тексеру үшін бөліндінің мәнін бөлінгішке көбейтеміз және қалдыққа қосамыз. 4-ті 7-ге көбейтсеңдер 28, 1 қалдықты қосамыз 29. Келесіне 85-ті 9-ға бөлесіңдер. 9 жерде қаншам 85-ке жақын қарастырамыз. 9 жердегі 9-ым 81, 81-де 4 қалдық, яғни 9-да 4 қалдық болады. Тексеру үшін 9-ды 9-ға көбейтесіңдер, қалдықты қосасыңдар, сонда 85 шығады. 19-ды 2-ге бөлесіңдер, 2 жердегі 8-ім 16, 9-ым 18. Енді 9-ды 2-ге көбейтесіңдер 18, 18-ге 1-ді қосасыңдар 19. 46-ны 5-ге бөлеміз. 5 жердегі қаншам 46-ға жақын, яғни 9-ымыз. 9 жердегі 5-ім 45, оған 1 қалдықты қосамыз 46 шығады. Келесінде 680-ді 80-ге бөлеміз. Енді 680-80-ге бөлген кезде қарастырамыз. 8 жерде қаншам 68-ге жақын, бізде 8-ім 64 шығады. 8, енді 8-де бізде 640 шығады. 680-нен 640-ды азайтқан кезде 40 қалады. Демек 40 қалдық қалды деген сөз. Келесі есепте 88-ді 9-ға бөлесіңдер. 9 жердегі 9-ым 81 және де 7 қалдық қалды. Есептің дұрыстығын тексеру үшін 9-ды 9-ға көбейтеміз 81, 81-ге 7-ні қосасыңдар 88 шығады. Келесінде 130-ды 60-ға бөлеміз. 6 жердегі қаншам 13-ке жақын қарастырамыз. 2-ім, яғни 60-ды 2-ге көбейтсең 120 болады. 120-ға 10-ды қоссаңдар 130 шығады. Келесі 4-ті 3-ке бөлген кезде 1-ден береміз. 3 жердегі 1-ім 3, 1 қалдық болады. 52-ні 5-ке бөлеміз. 10-нан 5 жердегі 10-ым 50, 2 қалдық. 135-ті 40-қа бөлесіңдер. 13 саны 4-те қай санға жақын? 4 жердегі бізде 3-ім 12. Демек, бұл жерде 15 қалдық болады. 15 қалдық. Келесі 7-ні 6-ға бөлесіңдер. 6 жердегі 1-ім 6, яғни 1-де 1 қалдық болады. Келесіне 8-ді 7-ге бөлесіңдер, дәл сонда есеп 1 болады. 7 жердегі 1-ім 7, 8-ден 7-ні азайтқан кезде 1, ол демек 1 қалдық деген сөз. Бұл есеп түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі есеп, 5-ші есеп, есепті шығар. Ағаштан мүсін жасау үшін орманнан 43 бөрене әкелу қажет. Мәшинеге 4 бөренеден артық салуға болмайды. Барлық бөренені әкелу үшін орманға неше рет баруға тура келеді. Бізде барлығы белгілі 43 бөрене әкелу керек. Бірақ бір мәшинеге 4-ден артық салуға болмайды. Бір мәшинеге. Енді бізде неше мәшине керек екен табу үшін 43-ті 4-ке бөлесіңдер. 4 жердегі қаншам 43-ке жақын, яғни 10.
10-нан бересіңдер, 4-ті 10-ға көбейтесіңдер 40, 43-тен 40-ті азайтсаңдар 3 қалдық болып тұр. 10 рет 4 бөренеден тасиды және 1 рет 3 бөренені әкеледі. Сонда 10-ды 4-ке көбейтсеңдер 40, 40-қа 3-ті қосасыңдар 43. Міне осылай 11 рет барады. 6-шы есеп дұрыс жазу дұрыс болу үшін бос орындарға қалып қойған цифрларды жаз. Дұрыс болу керек. Қай санды 32-ні 3-ке бөлсеңдер, онда 2 қалдық. Бұл есепті дұрыстығын тексеру үшін сендер 3-ті 10-ға көбейтесіңдер. 30 болады. 30-ға 2-ні қосасыңдар, 32 болады. Міне сонда бізде жасырылған сан 32 деген сөз. Келесісінде 77-ні белгісіз санға бөлген кезде белгісіз және 5 қалдық қалады деп тұр. Оны анықтау үшін біз 77-ден 5-ті азайтасыңдар. Сонда 72 қалады. 72-ні 6-ға бөлеміз, 12 болады. Міне осылай жазып шығасыңдар. Дұрыстығын тексеру үшін 12-ні 6-ға көбейтесіңдер және оған 5-ті қосасыңдар. Сонда 77 шығады. Келесісінде белгісіз 40 белгісіз сан 7-ге бөлем және 5 қалдық деп тұр. Бұны да анықтау үшін бірінші 47-ні 7-ге бөлесіңдер, сонда 6-да 5 қалдық қалады. Келесісінде 9-ды 2-ге бөлеміз, неше шығады? Екі жердегі қаншам 9-ға жақын 4-ім, яғни 2-ні 4-ге көбейтесіңдер 8, 9-дан 8 аласыңдар, 1 қалдық қалады. Жетінші есеп А тапсырмасы қалдықпен бөлуді орында. 5-ті 8-ге бөлеміз, яғни кіші санды үлкен санға бөліп тұрмыз. 0 болады, өйткені 5-ті 8-ге бөлген кезде және де 5 қалдық болады. Келесіне 4-ті 6-ға бөлген кезде 0-де 4 қалдық болады. 50-ді 9-ға бөлген кезде қарастырамыз. 9 жердегі қаншам 50-ге жақын, бұл бізде 5-іміз. 45, 50-ден 45 азайтқан кезде 5 қалдық болады. Келесінде 48-ді 7-ге бөлген кезде 6-дан бересіңдер. 42 болады. 48-ден 42-ні азайтқан кезде 6 болады. Келесі 84-ті 9-ға бөлесіңдер. 9 жердегі 9-ымыз 81, 3 қалдық болады. 27-ні 5-ге бөлеміз. 5 жердегі 5-ім 25, 27-ден 25-ті азайтқан кезде 2 қалдық қалады. А тапсырмасында қалдықпен бөлуге тағы 3 мысал ойластыр. 28-ді 3-ге бөлеміз, 9-да 1 қалдық болады. Есептің дұрыстығын тексеру үшін 9-ды 3-ге көбейтесіңдер. 27, 27-ге 1-ді қосқан кезде 28. Міне осылай өздерің 3 мысал құрастырасыңдар. Келесінде 32-ні 5-ге бөлеміз. 6 жердегі 5-ім 30, 32-ден 30-ды азайтқан кезде 2, демек 2 қалдық. Келесінде 44-ті 6-ға бөлеміз. 7 жердегі 6-ым 42, 44-тен 42-ні азайтқан кезде 2 қалдық болады. 8-ші есеп тиімді есепте. Біз 4-ті 9-ға көбейтесіңдер, 36 шығады. 4-ті 10-ға көбейткен кезде 40, 40-тан белгісіз санды азайтқан кезде 36 шығу керек. Ол үшін 40-тан 4-ті алған кезде 36 болады. Келесінде 3-ті 29-ға көбейтеміз, 87 шығады. Енді бізде 3-ке белгісіз санды көбейткен кезде
Ондан азайтқан кезде 87 шығу керек. Ол үшін 3-ті 30-ға көбейтеміз, 90, 90-нан 3-ті азайтқан кезде 87 шығады. Міне қазір мен жазып та, сызып та көрсеттім. 9-шы есеп амалдардың орындалу ретін анықта, өрнектерді баған түрінде жазып, оларды есепте. Бірінші жақшада берілген амалдар орындалады, содан кейін жақшаның сыртындағы амалдар орындалады. 431-ден 134-ті азайтасыңдар, 297 шығады. 341-ге 297-ні қосқан кезде 638 шығады. Дәл осылай есептің барлығын шығарасыңдар. Жақшаның ішіндегі амалдарды, одан кейін жақшаның сыртындағы. Ал мына есептерде, соңғы бағандағы есепте 99 қосылған, жақшашылған 890, азайтылған 800 бөлінген 3 деп тұр. Бұл жерде бірінші жақша орындалады. Жақшадан кейін бөлу, бөлуден кейін қосу орындалады. Осыны есте сақтаймыз. Бірінші жақшадағы амал, одан кейін барып көбейту, бөлу, содан кейін қосу мен азайту амалдары орындалады. 10-шы есепте мүсіншілер бақтағы 4 саяжолды безендіру үшін 38 мүсін жасады. Әр саяжолдағы мүсіндер теңдей болу үшін тағы неше мүсін жасау керек? Теңдей болу үшін бізде бірінші 38-ді 4-ке бөлеміз, 9 болады. 9 жердегі 4-ін 36, 36-ға 2-ні қосқан кезде 38 шығады. Ал 4 саяжолды безендіру үшін 40 мүсін жасаған дұрыс, себебі теңдей бөлінеді. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Менің сабағым ұнаса, тіркеліп, лайк басып, ұмытпа, келесі сабақта кездескенше сау бол.